Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ажурлы блинчиктің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, бір жасағаннан-ақ өте керемет болып шығады, жасап көріңіздер. Кестелі құймағымызды дайындау үшін бізге ең алдымен 1 стакан сүт, сиырдыңкі немесе осындай магазиннің сүттері де жарай береді. 1 стакан қайнап тұрған суды құямыз. 3 жұмыртқамызды саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Одан кейін 3 ас қасық құмшекерімізді саламыз. 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық массамызды жақсылап араластырып аламыз. Бір стакан ұн саламыз. 1 стакан ұн жеткілікті, одан артық салмаймыз. Енді жақсылап араластырамыз, ешқандай комок қалмау керек. Енді сковородкамызды қыздырып аламыз. Қызып тұрған сковородкамызға азғантай май құйып, бірінші жағып аламыз. Осы бір жағып алсаңыздар, соңына дейін жеткілікті, артық майлаудың қажеті жоқ. Әркімнің блиницасының размері әртүрлі, сондықтан полный жапқанша құямыз. Маған жарты ожау жеткілікті. Блиницаға құйылған ең бірінші блинчиктің түрі осындай болады. Аса қатты қорықпаңыздар, келесі жұқа әрі әдемі болып келеді. Газды да барынша қоймаймыз, орташа етіп қоямыз. Ары қарай жұқа әдемі блинчиктеріміз дайын болады. Ажурный блинчики, яғни кестелі құймақ осылай дайын болады. Бір жасағаннан-ақ өте керемет, өте дәмді, жұмсақ, жұқа құймақтарымыз осымен дайын. Жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздермен бірге Тоғжан. Егер де менің рецептерім сіздерге ұнаса, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ас болсын.